Қайырлы күн, саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін біз өзіміздің қазақ диалектологиясы курсы бойынша дәрісімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Біздер өткен сабақтарда айтқан болатынбыз, жергілікті тіл ерекшеліктерінің, яғни диалектизмдердің грамматикалық ерекшеліктер деп. Енді грамматикалық ерекшеліктер өздеріңіз білесіңдер, көбінесе мына грамматикалық категорияларымызға байланысты, көсемшелер, есімшелер, етістер, жұрнақтар, жалғаулар, солардың түрлі өзгерістер арқылы айтылатын мысалдар, мәселелер, сол тақырыптағы дәрістеріміз болатын. Ол дәрісімізді біз өткен сабағымызда бастадық қой. Енді грамматикалық ерекшеліктер дегенде біздер бірден есімізге түсіреміз жаңағы жергілікті тіл ерекшеліктеріндегі немесе диалектілердегі, сөйленістердегі әртүрлі мына грамматикалық категориялардың, әсіресе мына жұрнақтар, қосымшалар, жалғаулардың әртүрлі өзгеріске түсіп айтылуы. Енді өздеріңізде қазір байқап, біліп жүрген шығарсыңдар, біздің еліміз, жеріміз ұлан байтақ, сонау Алтайдан Атырауға дейінгі қашықтықты қамтыған қаншама территорияларымыз, қаншама халықтарымыз, елді мекендеріміз бар. Мінекей осы батыс өңірі, солтүстік өңірі, шығыс өңірінің әрбір өңірдің өзінің жергілікті ерекшеліктерінің айтылуында, сөйленістеріндегі өзіндік ерекшеліктері бар. Мысалы, тақырыбымызды бастамастан бұрын мынандай ерекшеліктерге тоқталып кетейікші. Мысалы, оңтүстік өңірлерде жаңағы балалар деген сөзді баладар деп айтады, балалар, лар, дар жұрнағының қосымшаларының көптік жалғауының өзгеріске түсіп айтылып тұр бұл жерде. Лар мен дар, мысалы балалар әдеби тілде, жергілікті тілде баладар деп айтылады, немесе мұғалімдер, мұғалымдар деп айтылады, мінекей ерекшелікті байқап отырған шығарсыңдар. Немесе мен үйге атпен келдім, мен атпынан келдім, мінекей септік жалғаулардың өзгерістер бұл жерде. Немесе батыстың өзінде жаңағы балалар дегенді балдар дейді, балдар, бұл жерде балдан төрден кейін дар деген қосымшасы бірден қосылып кетіп тұр. Негізінен бала, лар болу керек, мінекей осындай ерекшеліктерді тілімізден көптеп келтіруге болады. Енді сіздер білесіңдер, біздің грамматикамызда жаңағы қос сөздер, сөз тұлғаларына қатысты түбір сөздер, қос сөздер, біріккен сөздер, күрделі сөздер деген сияқты түрлерге бөлінеді ғой. Мысалы әдеби тілімізде мысалы бала, шаға, ата, ана жаңағы қос сөздер, немесе біріккен сөздерді алатын болсақ, асқазан, темір жол, әуе жол, бақтар шам, тасбақа, алма гүл, ай гүл деген сияқты біріккен сөздерін жасалу арқылы әдеби тілдегі сөздер. Ал енді осылардың, осындай біріккен сөз, қос сөздердің тағы басқалардың жергілікті ерекшеліктерде, сөйлеу тілінде, сөйлеу тілінде, яғни сөйленістерде, диалектизмдерде, немесе жергілікті тіл ерекшеліктерінде осылардың қос сөздер мен біріккен сөздердің диалектілік түрлері де кездеседі, яғни сөйленістердегі түрі кездеседі. Ол қандай екен? Көп болмаса да тілімізде арагідік кездесіп қалады, көркем шығармаларда, халықтың сөйлеу тілінде, ауызекі тілінде кездеседі. Мінекей осыларға біз бүгінгі сабағымызда тоқталмақпыз. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбында осы диалектизмдердегі грамматикалық ерекшеліктер, соның ішіндегі қос сөздер мен біріккен сөздерге тоқталайық. Енді өздеріңіз жақсы білесіңдер, қос сөздердің қызметі, тіліміздегі атқаратын функциясы, оның түрлері, қайталама, қосарлама бар екендіктерін, оны өздеріңіз грамматикадан білесіңдер. Немесе біріккен сөздердің де бірге бірігу арқылы, кірге бірігу арқылы, жасалу арқылы, олардың тұтаса бірігу арқылы, дыбыстық өзгеріске түсіп, бірігіп, кірігіп кетулері арқылы болатындығын білеміз. Енді оларды қайталап айтудың қажеті жоқ, оны сіздер грамматикадан білесіңдер. Енді осы диалектілік ерекшеліктердің ішінде қос сөздер мен біріккен сөздердің түрлеріне, оларға мысалдармен, олардың қалай жасалуларына біз бүгінгі сабағымызда тоқталамыз. Сондықтан бүгінгі сабағымыздың тақырыбы диалектілік ерекшеліктердің ішіндегі грамматикалық ерекшелік, оның ішіндегі қос сөздер мен біріккен сөздер. Енді қос сөздер қазақ сөйленістерінде қос сөздер тұлғасында айтылатын сөздердің саны өте көп, қазақ сөйленістерінде, әдеби тілімізде әсіресе қос сөздер өте көп. Яғни бұл қос сөздер біздің тіл байлығымыздың бірі, яғни тілімізді құрамын, немесе тіліміздегі сөздердің берілу, жаңа әдіс тәсілдер жасаудың бірден бір жолы болып табылады. Біріккен сөздер де көп, әсіресе мына біріккен сөздер неміс тілінде көп, сондай-ақ біздің қазақ тілінде де барынша кездесіп отырады. Сонымен қазақ сөйленістерінде қос сөз тұлғасында айтылатын сөздердің саны өте көп, сөйленістерде, яғни жергілікті ерекшеліктерде немесе диалектілерде. Олардың құрамында қайталама қос сөздермен бірге құрамы әртүрлі сыңарларынан бір-біріне ұқсамайтын қос сөздерде жиі ұшырасады. Ондай қос сөздердің құрамындағы сыңарларының мағыналы және құрамындағы сыңарларының мағынасыздығына қарай біздер оларды бірнеше топқа бөлуге боламыз. Енді өздеріңіз білесіңдер, қос сөздер құрамындағы мағыналарына қарай бір сыңары мағыналы, бір сыңары мағынасыз болып келетіндігі белгілі ғой әдеби тілде.
әдеби тілде солай ғой. Мысалы, жаңағы ет, мет, шай, пәй, бала, шаға деп айтады, әдеби тілдегі бұлар. Ал енді сөйленістерде немесе жергілікті тілдік ерекшеліктерде бұлардың да осындай бір сыңары түсінікті, бір сыңары түсініксіз болып келуі де мүмкін. Мысалы, оған мынандай мысалдарды келтірейік, сөйленістерден. Тыңдап жазып отырыңыздар, назар салып отырыңыздар. Екі сыңарда түсініксіз қос сөздер бар. Екі сыңарда түсініксіз қос сөздер. Мысалы, ол енді жергілікті ерекшелікте, диалектизмде. Мысалы, шыған тоғайда деген сөз бар. Шыған тоғайда. Бірінші сыңары шыған, екінші сыңары тоғайда. Әрине қос сөз болғаннан кейін арасына қандай тыныс белгі қойылады? Сызықша қойылады екен. Ендеше шыған тоғайда деген мысалды алайық. Бұның мағынасы, білдіретін мағынасы анда-санда деген сөз. Менің балам шыған тоғайда бір келіп тұрады. Немесе шыған тоғайда бір көрсеміз. Яғни анда-санда келіп тұрады, анда-санда көрсеміз. Мағынасы анда-санда екен. Яғни ол біздің үйге шыған тоғайда бір келетін еді. Мысалы, Орал, Жымпиты, Орда аудандарында кездеседі. Не болмаса, мынандай келесі тағы да бір-екі мысал айтайық. Ақай, қоқай деген мысалды айтайық. Бұның да екі сыңары түсініксіз. Мысалы, Ақай, қоқай. Кешіріңіздер, Абай, қоқай деген мысалды алайық. Ақай емес, Абай бірінші сыңары, қоқай. Яғни бұл жерде Абай деген есімдік мағынасында немесе кісінің атында мағынасында қозғалып тұрған жоқ. Бұл қос сөз ретінде екі сыңарда түсініксіз болып тұр бізге. Абай, қоқай. Яғни қоқан-лоқы деген сөз, әдеби тілдегі мағынасы, қоқан-лоқы шығару деген сияқты. Мысалы, ол біздің үйге, кешіріңіз, ол мынандай мысалдарды алайық. Қабдыр ағай, Абай қоқаймен мені қорқыта алмайды. Орал, Жәнібек аудандарында кездеседі, батыс өңірінің. Немесе сіз Абай қоқайға салмаңыз. Менің сөзімді тыңдаңыз. Немесе Хамза Есенжановтың Ақжайық трилогиясында шығармасында мынандай сөз кездеседі. Ол да сол батыс өңірі, Орал өңірінің жазушысы ғой. Абай қоқайға салмаңыз. Харон Сұлтан, менің үстімнен дақ келтіретін материал болса, сіз аяп қалмаңыз. Хамза Есенжановтың шығармасынан алынған. Мінекей осындай мысалдарды алуға болады. Немесе анақы мынақы деген сөзді алайық. Анақы мынақы. Мағынасы әдеби тілдегі анау мынау дегенді білдіреді. Анақы мынақы. Яғни екі сыңарды, біртүрлі екі бейтарапты, ешқандай мағынасыз сөз, мағынасыз қос сөз, анақы мынақы. Әдеби мағынасы анау мынау, немесе ондай-мұндай деген сияқты. Ол анақы мынақы деп жауап бермеді. Алматы, Жамбыл өңірінің алынған мысал. Немесе бәкін-шүкін. Мысалы, бұл Таулы Қошағаш аудандарында кездеседі. Тарбағатай өңірлерінде бәкін-шүкін. Бұл жаңағы ұсақ-түйек майда шүйде дегенді білдіреді, ұсақ-түйек. Мысалы, ол қазір бәкін-шүкін жұмыстарын қоя тұрсын дейміз. Мінекей бәкін-шүкін, ұсақ-түйек деген мағынаны білдіреді. Бұл да екі сыңар. Бұнда енді екі сыңарда түсініксіз, екі сыңарында мағынасы анық емес сөздер тілімізде, жергілікті сөйленістерде кездеседі. Айтатын болсақ, жаңа некен нұқан, некен саяқ, мүкі тақы, лақы-лұқы деген сияқты сыңарлар. Не болмаса, шыж-быж дегенде мысалы жаңағы атау бар, шыж-быж деген сөздің жаңағы тіркес түрінде айтады, қос сөздер түрінде айтады, жаңағы тез пісетін тамақ түрін айтады. Мысалы, мен шыж-быж дайындай қояйын дейді, яғни жұмыртқа қуыра қояма, тез дайындалатын тағамның бір түрі. Жаңа асығыс уақытта адам дайындай қоятын екен. Шыж-быж, екі сыңарда жаңағы түсініксіз шыж бен быждан жасалып тұр. Немесе жаңа біз айттық қой, екі сыңарда түсініксіз қос сөздерге жаңа мысал келтірген болатын біз қазіргі жаңа аталған мысалдардың бәрі соған мысалдар. Енді екі сыңарда түсінікті қос сөздерге тоқталайық, кішкене бір-екі мысал айтып кетейік. Мысалы, онша-мұнша, онша-мұнша, аздап, ептеп деген мағынаны білдіреді. Мысалы, мақта өсірудің жайын онша-мұнша білеміз ғой. Шымкент, Сарыағаш өңірінен алынған мысалдар. Немесе қалай солай. Екі сыңарда түсінікті, бірақ диалектілік ерекшелік, диалектілік қос сөздер болып табылады. Қалай солай? Қалай болса солай деген сөз ғой, мысалы, қалай солай. Кейбір жалқау адамдар жұмысты қалай солай істей салады. Орал, Жәнібек аудандарынан алынған мысал. Немесе өлең сөздің патшасы дейді Абай. Өлеңді айтпасын қалай солай. Ақындар үні деген газеттен алынған 1978 жылғы материал. Мінекей, сонда немесе мынандай көркем шығармадан Хамза Есенжановтың Ақжайық трилогиясы бойынша мынандай мысалды алып көрейік. Господи, антихрист деп шошынып кеткен
Мақардың аузынан қалай солай шыққан сөздерді ғана оның құлағына шалынды. Яғни бұл жерде қалай солай шыққан сөздер деп тұр, Мінекей, бұндай мысалдарда тілімізде, яғни жүйелік сөйленістер тіл ерекшеліктерінде, говорларда немесе сөйленістерде кездестіреміз. Енді бір сыңары түсінікті, екінші сыңары түсініксіз қос сөздер бар, оларға тоқталайық. Бір сыңары түсінікті, екінші сыңары түсініксіз. Мысалы, азын шоғын деген сөзді алайық. Немесе сиыр сыбыр деген сөзді алайық. Бір сыңары түсінікті сиыр, екіншісі сыбыр түсініксіз, немесе сиыр миыр деген сөзді алайық. Сиыр миыр. Бұндай әдеби тілде бар ғой, ет, мет, шай, пәй деген сияқты, анақы, мынақы, жігіт, мүгіт, қыз, мыз деген сияқты әдеби тілде кездессе, диалектілерде де сөйленістерде сиыр миыр, азын шоғын, бәли батыр, дау далағы, кәде қаума деген сияқты мысалдарды алуға болады. Мысалы, кәде қаума, бұл батыс өңірінде кездеседі. Мысалы, бұрынғы Гурьев, қазіргі Атырау өңірлерінде, Маңғыстау өңірлерінде, мысалы, кәде қаума, кәде деген түсінікте, кәде бір кәде жоралғы жасау. Қаума деген не сөз? Сол кәде деген сөзді толықтырып, үстемелеп тұратын сөзді айтамыз. Кәде қаума. Яғни кәде жора, жон жоралғы деген мағынада, кәде жора. Мысалы, ескінің кәде қаумасын бұл күндегі балдар біле бере ме дейді. Гурьев, Маңғыстау өңірінен кездеседі. Не болмаса жүн жыбыр деген сөзді алайық. Жүн жыбыр, Алматы облысы, Кеген аудандарында, Нарынқол аудандарында айтылады. Мысалы, жүн жыбыр, жүн жұрқа деген сөз, жүн жұрқа. Қазір жүн жыбыр табыңдар деп қысып отыр. Немесе көне көскі, көне құсқы деп айтылатын еді ғой әдеби тілде. Диалектіде көне көскі, ескі құсқы нәрсені көне көскі дейді. Яғни көнесі түсінікті, бір сыңары көскісі түсініксіз екінші сыңары. Яғни менің қалағаным көне көскі емес еді. Мысалы, түркмен, қазақтардың тілінде Ташау, Ташкент халықтардың тілінде кездеседі. Немесе дау далаға, дау жанжалды айтады. Дау далаға шықты, дау далаға. Дау сызықша далаға. Яғни дау далаға дегенге билік айтып көрген емеспін. Гурьев, Маңғыстау өңірі. Бәлей батыр, бәлей жала. Бәлей батырын маған батырма, бәлей батырынды маған жақындатпа дейді, мысалы, бәлей жалаңды жақындатпа деген мағынада. Диқаншылық көп болса, бәлей батыр жоқ болса, Қашаған ақынның шығармасынан алынған. Диқаншылық көп болса, бәлей батыр жоқ болса деген осындай мысалдары бар екен. Енді бұндай мысалдарды бұрынғы газет журналдардан, бұқаралық ақпарат құралдарының кейбір сөйленістерде халықтың ауызекі тілінен де кездестіреміз. Енді бұндай мысалдарды көбірек келтіріп айта беруге болады, бірақ оған біздің уақытымыз тапшы. Сондықтан да келесі жүйелік ерекшеліктердің ішіндегі біріккен сөздерге тоқталайық. Біріккен сөздер. Кішкене бүгінгі біздің сабағымыз созуға тура келіп тұр, себебі осы қос сөздер мен біріккен сөздерді біріктіріп айтуға тура келіп тұр. Енді біріккен сөз түсінікті, екі сөздің қосылып айтылуы арқылы тілімізде өте көп біріккен сөздер. Енді осылар сөйленістерде қалай болады екен? Қазақ сөйленістерінде бір-бірімен бірігіп жасалған сөздер көп. Кейбір біріккен сөздердің жігін айырып ажыратудың өзі қиынға соғады. Мысалы, бір тұтас бірігіп кеткен сөздер сияқты болып айтылады. Мысалы, шаңтас, шаңтас, кемпірауыз, атауыз, тістеу қысқашта айтады. Кемпірауыз деп жаңағы оңтүстікте айтса қысқаштың түрін атауыз деп батыс өңірінде айтады. Яғни қысқаштың шегесі туыратын құрал сайманның аты. Кейбір сөздердің жігі ажырамай бір-бірімен жындасып кеткен сияқты болып тұрады. Олардың бастапқы түбірлері табыла қоймайды. Мысалы, шал орақ деген сөзді алайық, шал орақ, шалғы орақ, мысалы батыс өңірінде кездеседі. Кішкентай жаңағы шөп шабатын қол орақтың түрін айтады. Гурьев, Маңғыстауда сөзі шалғы және орақ сөздерінің бірігуінен жасалған. Шалғы және орақ сөздерінің бірігуі арқылы шал орақ болып, бірігіп кеткен сияқты тұтас сөз сияқты ретінде ұғынылып тұр. Шын мәнісінде бұл біріккен сөз, балалар. Немесе шымшуыр деген сөзді алайықшы, тоже осы батыс өңірінде, Орал, Атырау, Маңғыстау өңірінде кездеседі. Шымшуыр мағынасындағы сөз мәстемір, мәстемір. Мәстемір деп бұрынғы ата-бабаларымыз қазан ошаққа жақын болған, осы қазан ошақтың айналасында тұратын, шоқты қысып, қысқаш сияқты шоқты қысып алатын мәс темір. Басы бұндай екі темір, ортасын қысқанда, жаңа шоқ болсын, от болсын, ағаш болсын, соны қысып шығаратын құралда мәс темір еткен. Ол шын мәнісінде маса және темір деген сөздердің бірігуінен жасалған маса темір. Маса темір, мәс темір, маса және темір сөздерінің бірігуінен жасалған біріккен сөз екен. Сондай-ақ алашағы, алачалғы, алжапқыш деген сөздер. Дің құрамындағы ал, сыңары ал, алды, бір нәрсенің алды мағынасындағы сөзде, қалған сыңарлары әдеби тілде жеке қолданылатын шалғы, немесе жапқыш деген сөздердің бірігуінен жасалған
мінекей ерекшеліктері осындай болып табылады. Яғни құрамындағы сыңарлардың мәнсіз мәнділігіне қарай әдеби тілде жеке қолдану қолданылмауына қарай біріккен сөздердің өзін, әдеби сөйленістерде біздер бірінші топқа бөлеміз. Мысалы, аскады, асқабақ бар ғой, асқабақ. Немесе бұны бір жерлерде тасқабақ дейді, қабығы қатты болуына байланысты. Бір әдеби тілде асқабақ дейді, кейбір жерлерде аскады дейді. Бұл сөз ас. Және түркмен тіліндегі кәді, әмен айтылады, кәді, деген сөздердің бірігуінен жасалып, ас кәді болып жасалған екен, қазақ және түркмен тілдерінің сөздердің бірігу арқылы. Мысалы, дүкенге барып, әс кәді алып келу керек. Түркмен, Ташкент халықтарының тілінде кездеседі. Немесе бесақа деген сөз бар, бесақа, бес тармақты тырна. Немесе біздердің айыр бар ғой, айыр аша дейді, тырма дейді, жерді тырмалайтын. Бесақа, бес тармақты тырна. Бұл сөз, яғни бес және ақа деген тырма сөздерінің бірігуінен жасалып, яғни диалекттерде бесақа деген құрал сайманың атауы болып тұр. Бұл үш тармақты болса, оны үш ақа дейді. Жаңағы айырдың сүйір болады, темірінің ұшы, тісі, үшеу болса үш ақа дейді. Қазақстанның бірқатар жерінде тырманы аша дейді, аша. Кейбір үш тармақты тырма болса, оны үш аша, немесе үш ақа дейді. Ал енді ақа деген сөзінің диалекті, мына батыс өңірінде бұны жаңа ақа деп ер адамға қатысты айтылады. Ақа, яғни ол аға. Диалектіде ақа деген белгілі бір туыстық атауды да білдіретін сөздер бар. Осыны ерекше біліп отырайық. Не болмаса бел күрек деген сөз алайық. Бел және күрек. Бұл сөз парсы тіліндегі бел, күрек және тіліміздегі күрек сөздерінің бірігуінен жасалған, күрек екінші сыңар әдеби тілдегі. Яғни құрамындағы сыңарлар әдеби тілде жеке дара қолданылатын біріккен сөздер тобына осындай сөздерді немесе басқа да мынадай сөздер жатқызуға болады. Қазір бір-екі мысал айтып кетейік. Мысалы, аяқ-қап деген сөзді алайық. Аяқ-қап. Бұл сөз аяқ және қап сөздерінің бірігуінен жасалған. Мысалы, дүкендерде аяқ-қаптың көп түрлері бар. Түркмен, Ташауыз, Түркменстан жерлерінде кездеседі. Екі сыңарды әдеби тілде қолданылмайтын сөздерден құралған біріккен сөздер де бар. Екі сыңарда, яғни біріккен сөздер міндетті түрде екі немесе бірнеше сыңарлардың бірігу арқылы жасалады ғой. Мысалы, сөйленістерде тұлғасымен байланысты тағы бір ерекшелік бар. Ол әдеби тілде айтылатын кейбір сөздердің сөйленістерде қысқартылып, яғни ықшамдалып, қысқаша айтылуы, ондай сөздердің қысқартылып айтылуы қосымшалардың түсіріліп айтылуымен болса, қосымшалардың ықшамдалып, қосымшалардың түсіріліп айтылуымен байланысты болса, бірде сөз құрамындағы белгілі бір буынның түсіріліп, немесе қысқартылып айтылуымен байланысты. Мысалы, кіл деген сөз бар, кіл. Кілең. Кіл еңбекші бас қосқан бір-біріне сенімді. Ақтөбе болса, немесе батыс өңірінде Атырауда кілең дейді. Кілең балалар жиналыпты дейді. Кіл дейді. Бірыңғай, кілең деген сөз. Кіл сырықтай сирағы ұзын немістер екен дейді, мысалы, Әбдіжәміл Нұрпейісовтің шығармасында. Немесе ерек деген сөз алайық, ерек. Ерекше деген мағына. Кіл деген жаңа кілең, бірыңғай деген ғой, көп деген. Немесе келесі сөз ерек. Ерекше деген сөздің қысқаруынан жасалып тұр. Мысалы, түтіндемей жанатын қасиеті ерек бір. Немесе адам тілін алатын керемет бұл электр. Немесе мынандай сөз алайық. Bir jar деген сөз алайық. Bir сызықша жар, bir жар. Бірлі жарым деген сөз bir жар болып қысқарып тұр бұл жерде. Бағып отырған bir жар малымыз бар еді. Гурьев Маңғыстау өңірінің мысалы. Бұлар басқа шабар, бастан сияқты сөздерде қосымшасы түрінде айтылады. Мысалы шабар, шабарман, бастан, бостандық, шабарман, шабар деген сияқты сөздер қысқартылып айтылады. Мінекей бұндай сөздерді тілімізде қазақ тілінің сөйленістерінде немесе диалектілік ерекшеліктерде аудио тілде болсын, көркем шығармаларда болсын, бұқаралық ақпарат құралдарында, газет журналдарында да барынша кездесіп отырады. Мінекей осындай сөздерді айырып, мағынасын біліп, әдеби тілдегі сыңарлармен салыстырып, оларды талдап отырсақ, біздер осы қазақ сөйленістеріндегі біріккен сөздердің, қос сөздердің түрлерін айырып, және оларды біз қажетінше тілдік қадемімізге пайдаланамыз. Осылардың ішінде әрине біз жаңағы сөз асылы елде, кен асылы жерде демекші, елдің ішіндегі сөздерді теріп, осындай қажетімізге пайдаланып, олардың жаңағы семантикалық немесе олардың грамматикалық тұлғаларын айырып біліп отырсақ, нұр үстіне нұр болады. Ендеше біз бүгінгі осы біріккен сөздер, грамматикалық ерекшеліктердің ішіндегі біріккен сөздер, қос сөздердің жасалуы, олардың түрлері, олардың ерекшелік деген тақырыбымызды аяқтаймыз. Келесі сабаққа дейін қош сау болыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын. Сау саламатта болайық.